Армысыздар, құрметті көрермендер. Архимед күшіне байланысты есептерді шығарамыз. Архимед күшін түсіндірген бұрынғы видеоларымыз қараңыздар. Онда біз тек қиын олимпиада есептерін шығарамыз. Біріншісі, Глюк деген профессор жағада, теңіздің жағасында қарап тұрып, шарды жібереді екен. Шардың көлемі 30 литрге тең. Шардың сыртқы жағының, жаңағы қабығының массасы 0,02 килограммға тең. Шардың іші гелийге толтырылған, бір қалыпты, яғни атмосфералық қысыммен, атмосфералық қысымды білесіздер ғой, оның 5 дәрежесі паскальға тең. Енді осы гелийдің осындай шарттардағы тығыздығы 0,18 грамм бөлінген литрға тең. Және де осының егер тығыздығы, міне графикте берілгендей өзгеретін болса, ауаның тығыздығы, және де көлемі өзгермейтін болса дейді шардың, онда қандай биіктікке дейін көтеріле алады? Ауада да Архимед күші әсер етеді. Ауаның Архимед күші ол ρ0 дейік. ρ0 болсын. ρ0 VG тең болады. MG қосылған ішіндегі гелийдің да ауырлық күші болады. Демек біз мына ауаның тығыздығы неге тең екен? M қосылған ρV бөлінген V-ға тең. Яғни бұл 20 грамм қосылған, бұл 0,18 грамм бөлінген литр көбейтілген 30 литр. Және де осыны бөлеміз 30 литрге. Жауабымыз неге тең? 1,18-ді 3-ке көбейтсек 5,4. 25,4 бөлінген 30 грамм бөлінген литрге тең. 1 грамм 10-ның -3 дәрежесі килограммға тең. 1 литр 10-ның -3 дәрежесі метр кубқа тең. Бұл тура осындай килограмм бөлінген метр кубқа тең болады. 1,18-ді көбейтеміз 3-ке, оған қосамыз 20-ны, оны бөлейік 30-ға. 0,85. Ал енді график бойынша табайық. 85 шамамен мынау. Қандай биіктікке дейін көтеріледі екен? Так, мынау бізде 2000 болса, 500-ден көбейіп жатыр екен. 500 мың, 2000, мынау 3000, 3500, 3700, 3600, 3700 метр. 700 метрге дейін көтеріледі екен. Келесі есеп. 8-ші сыныптың оқушысы дейді. Экспериментально Архимедтің заңын тексергісі келді дейді. Яғни 7-ші сыныптың тақырыбы ғой Архимед заңы. Сосын ол пенопласттың қалыңдығы 11 сантиметр пенопластты алып, оны судың үстіне қойды дейді. Сосын оның үстіне кішкентай әскерді қойды дейді. Әскерді қойған кезде бұл үстіңгі жағы 8 сантиметр болады дейді. Демек 3 сантиметрге батып тұр. Енді тағы бір әскерді қойғанда, тағы да бір әскерді бүйтіп қойған кезде, бұл 7 сантиметр болып қалды дейді. Осыдан
пенопласттың массасының әскердің массасына қатынасын табыңыз дейді осы эксперименттен. Жақсы, бірінші жағдайда не болады? Бірінші жағдайда так, біз мына жақта mg болады, я? Жоғары қарай Архимед күші болады. Және де мына әскердің де массасы әсер етіп отыр. Ауырлық күші. Сонда m қосылған mg тең болады екен. ρ0 s көбейтілген h азайтылған h1 g болады, я? Екінші жағдайда m қосылған 2m g тең болады неге? ρ0 s h азайтылған h2g. Осы жерден осы екеуін бір-біріне бөліп жіберсек болады. Не болады? ρ0 s g-лар қысқарады. m қосылған m бөлінген m қосылған 2m неге тең болады? h азайтылған h1 бірінші жағдайда 3 болады. Екінші жағдайда h азайтылған h1 4 болады, я? Осы жерде пропорциямен 4m қосылған 4 кішкене m тең болады 3m қосылған 6m деген формула табамыз. Онда 4mнен 3m азайтсақ m қалады, я? Мына жақта 2m қалады. Сол кезде пенопласттың массасы әскердің массасынан 2 есе ауыр болады екен. Келесі есеп. Кең ыдысқа ақырындап жіпке ілінген цилиндрлік бір денені жіпке іліп алып, сосын суға ақырындап батырып екен. Сол кезде мына жіптің керілу күшінің мына заттың суға батқан тереңдігіне байланысты график көрсетілген. Мына тереңдік. Осы жерден бізге екі нәрсе табу керек. Біріншісі, осы заттың қима ауданы және де массасы неге тең. Қараңыз, график бойынша қарай, басында мына әлі батпай тұрғанда h 0-ға тең болып тұр ғой. Сол кезде мына 10 ньютон неге тең болады? Ол mg-ға тең болмай ма? Тек қана ауырлық күш. Сонда масса 1 килограммға тең болады екен. Кейін ол толығымен батсын, міне F күш 0-ге тең. Толығымен, яғни батсын дегенде жүзетін кезде оның mg күші неге тең болады? Архимед күшіне тең болады. Архимед күші ол ρ0 sh батқан бөлігінің мына жердің көлемі көбейтілген g. Бұл жерден аудан неге тең? 1000 грамм бөлінген. Судың тығыздығы 1 грамм бөлінген сантиметр куб. Және де 0,1 метр ол 10 сантиметрге тең. Осы жерде жауап 100 сантиметр квадрат болады. Келесі есеп. Бастапқыда суретте көрсетілгендей бастапқыда бұл жерде 1 сантиметрге дельта x бұл сығылған. Сосын суды толығымен толтырып құйған кезде дейді. Суды яғни толық құйған кезде уже мынаның деформациясы өзгермейді дейді. 2 сантиметр болып қалады дейді. Бұл туралы біраз жақсылап ойланып, өздеріңіз шығарсаңыздар жақсы болады, бірақ соңында мынандай бір неге шешімге келесіздер. Яғни бұл өзгермеу үшін, және де бұның несі ұзарып кеткен болу үшін не болу керек? Бұл демек, бұл кезде уже созылып кеткен. Мысалы, қалыпты жағдай болсын. Одан наоборот дельта x2-ге жоғары қарай созылып кеткен деген сөз. Және де бұл жерде, конечно, су бар, су бүкіл жерде бар. Енді бірінші жағдайдан k дельта x1 тең болады mg деген теңдеу шығады. Екінші жағдайда Архимед күші жоғары қарай әсер етеді. Ауырлық күші төмен және де куб күші төмен қарай әсер етеді. Сонда k дельта x2 неге тең?
архимед күші азайтылған ауырлық күші. Екеуін бір-біріне бөлейік. Дельта x1 бөлінген дельта x2 тең болады. mg ол ро vg болады, мынау ро 0 деген судың тығыздығы. vg-ларды қысқартайық. Сонда бұдан не шығады? 1 бөлінген 2 сантиметрді қысқартып жібердік. Ро бөлінген ро 0 азайтылған ро. Демек, ро 0 азайтылған ро тең болады 2 роға. Демек, ро бізде ро 0 бөлінген 3. Демек, 333 килограмм бөлінген метр кубқа тең. Жақсы, келесі алюминийден жасалған деталь, бір заттың көлемі 50 сантиметр кубқа тең. Бірақ ішінде қуыс бар дейді. Және де жіп арқылы кронштейнға ілініп тұр дейді. Зат ішінде былай қуыс болсын. Так, енді бірінші басында оны былай көтеріп тұр дейді. Кейін оны суға батырады. Суға батырған кезде не болады? Бұның керілу күші 60%-ға азаяды екен. Яғни керілу күші неге тең болады? 0,4 т-ға тең болады. Енді бұған архимед күші әсер етеді. Ауырлық күші. Сонда архимед күші неге тең? 0,6 көбейтілген т-ға тең. Яғни т болса mg-ға тең. Жақсы, архимед күшін былай жасап болады. Ро 0, жалпы көлем 50 сантиметр куб. Ж неге тең болады? 0,6 көбейтілген ро алюминий. Көлем В азайтылған дельта В ол қуысының көлемі Ж болады. Жылар қысқарады. Ро 0 дегеніміз 1 грамм бөлінген сантиметр куб. Көбейтеміз 50 сантиметр кубке. Бұларды бөлеміз. 0,6, 2,7. Граммдар қысқарады. Тең болады. 50 азайтылған дельта В. Дельта В осы жерде неге тең болады? 50-ден азайтамыз. 50 бөлінген 0,6 бөлінген 2,7. 19, шамамен 19 сантиметр куб. Бұл қуыстың көлемі. Алиса деген оқушы осындай бір эксперимент жасаған дейді. Результаттары графикте көрініп тұр. Массаны бұлай пружинаға іліп, сол пружинаның ұзаруына X-тен ұзаруына байланысты тәуелділік, X-тің массаға тәуелділігін көрсеткен дейді. Яғни бұл жерде не болады? Теңдеуі K дельта X mg-ға тең болады. Потом бір белгісіз бір массасы бар дененің массасы мен тығыздығын тапқысы келді дейді. Точнее, бізге масса мен көлемді табыңдар деп тұр. Қалай істеді дейді. Басында бұл ауада дейді. Ауада оны 4 сантиметрге ұзартты дейді. Сосын суға батырған кезде бұл 3 сантиметрге ұзарып тұр дейді. Осы екі нені қолдана отырып табыңыздар. Дельта x1 3 сантиметр, дельта x2 4 сантиметр болсын. Біз графиктен К-ны тауып аламыз. К неге тең? М деген мысалы мына жерде масса 0 мен 500-дің арасы болсын. 500-ден 0,5 көбейтілген 10 бөлінген. Мына ұзаруы 500 граммның ұзаруы 5 сантиметрге тең. Ол 0,5-ке тең. Қысқарады. 100 ньютон бөлінген метрге тең. Ал енді К дельта x2 тең болады mg-ға. К дельта x1 неге тең? mg азайтылған ро 0 bg. Массаны тауып аламыз бірінші теңдеуден. Масса неге тең? К деген 100, дельта x2 0,04 бөлінген
10,4 килограмм. Екіншісінен біз көлемді табамыз. Көлем неге тең? mg, mg'imiz неге тең? m азайтылған k дельта x1 бөлінген g дейік. Оны бөлеміз рho 0-ға. m бізде 400 грамм болып тұр, азайтамыз. K дельта x бөлінген g бұл 100 грамм болады. 1 ньютон ғой бұл. 300 грамм, 3 ньютон. Бөлеміз 1 грамм бөлінген сантиметр куб. Қолданып біз сразу сантиметр кубпен тапқалы жатырмыз. Граммдар қысқарады. Бұнда жауап 100 сантиметр кубқа тең. Келесі есеп. Бұл есепті біз орысша вариантта шығармаған едік. Оказывается, бұның шынымен суреті жоқ. Бұл өте қызық, ауаның Архимед күшіне байланысты есеп екен. Осындай екі не бар дейді. Екі таразының табағы дейік па, не дейміз, чашасы. Мына жақта басында 1 килограмм гирия бар, ал мына жерде басында мұз бар. Мұз. Сосын кейін су болған кезде бұл тепе-теңдік бұзылады дейді. Не үшін бұзылады дейді? Су төгіліп кетеді деп айтып тұрған жоқ. Демек, су мен мұздың екеуінде мынандай күш болады ғой, яғни төмен қарай mg, екеуінде де бірдей, mg. Жоғары қарай мына жерде ауаның Архимед күші бар. Рho 0, ауаның тығыздығы Рho 0, v 1g. Осы mg-ға тең болу керек екен. Яғни бұның массасын m деп, яғни Rho лед дейік, көбейтілген v1g азайтылған Rho 0 v1g тең болады mg-ға. m дегеніміз 1 килограмм. Сонда бұның көлемі неге тең екен? 1 килограмм деген 1000 грамм. Гравитациялар қысқартып жібердік. Мұздың тығыздығы 917-тен 1,3 азайтсаңыз, қанша болады? 915,7. Бұны грамм бөлінген сантиметр кубпен жазайық. Осылай болады. 1000 бөлінген 0,915,7. 1092 сантиметр куб. Енді кейін бұның көлемін біз білеміз, V2 неге тең болады? Ол массасы өзгермейді ғой. V2 демек, оны көбейтеміз мұздың тығыздығына, бөлеміз судың тығыздығына. 1001,4 дейік. 1001,4 сантиметр куб. Бірақ бұған әсер ететін Архимед күші азайып қалады, Сол үшін бұлай жасаймыз. M азайтылған дельта mg, біз M қосылған дейміз ба? Азайтылған дельта mg тең болады. Так, M Rho вода V2G азайтылған Rho 0 V2G болады. Сонда дельта M неге тең болады? M азайтылған V2-ні көбейтеміз Rho вода минус Rho воздух. Ауаның, судың тығыздығынан ауаның тығыздығын азайтамыз. Онан азайтайық 1,3-ті. Бұны грамм сантиметр кубпен жазу үшін 1000-ға бөлеміз. Көбейтейік 1000 1,4-ке.
Бұдан азайтамыз 1000-ды. Сонда 0,1 грамм болады екен. Плюс болсын. Сол кезде керісінше қосу керек екен бізге. 0,1 грамм. Мына ненің гирияның жанына бүйтіп кішкене масса қосып қою керек екен. Жақсы. Келесі есеп. Осындай суретте қарағандағыңыздай екі түрлі жағдайда бұл таяқша суға батып тұр. Мына сол жақта 5-тен 4-і, мына жерде қанша бөлігі батады дейді. Бұл екеуі әртүрлі болады, иә? Әртүрлі болады, себебі қараңыздар, бұл жерде не болып тұр? Біз мұнда Архимед күшінің мына жерден әсер ететіндігін білеміз. Ал ауырлық күші әрдайым орталықтан әсер етеді. Мұнда Архимед күші мына жақтан әсер етеді, ауырлық күші мына жақтан әсер етеді. Сол үшін мына жібілінген нүктесіндегі бізге керілу күштері керек жоқ қой, оларды біліп. Сол үшін біз осы күштердің моментін қарастырайық, алайық. Бірінші жағдайда сол жақта mg(L) бөлінген 2 болады. Жартысында орналасқан, тең болады. Архимед күші ол ρ0 4v бөлінген 5g, батқан бөлігінің көлемі. Көбейтеміз 2 бөлінген 5l. Оны 2-ге бөлеміз. Тура ортасында болу керек, судың ішіндегі бөлігінің ортасында болу керек. Тең болады. Мына жақта ол не болып тұр? ρ0. Мысалға мынаны бүйтіп қарастыратын болсақ, мына жері бізде x болса, онда бұның Архимед күші ρ0 vx бөлінген lg болу керек. Ал мына қашықтық, мына ортасы, мына шеттен x бөлінген 2 қашықтық орналасқан. Сол үшін l азайтылған x бөлінген 2 болады. Вот, мұны екеуін сразу алып біз бұлай қысқартсақ болады. Сонда 8l квадрат бөлінген 25 тең болады xl азайтылған x квадрат бөлінген 2-ге. Дұрыс емес па? Дұрыс. Давайте, енді бұл квадраттық теңдеу болатындықтан бұны былай жазайық. X квадрат бөлінген 2 азайтылған L көбейтілген X қосылған 8L квадрат бөлінген 25 тең болады 0-ге. X тең болады. Минус B деген ол L болады. Плюс минус түбір асты минус B квадрат L квадрат азайтылған 4 бөлінген 2 көбейтілген 8 квадрат бөлінген 25. Бөлеміз осыны 2 көбейтілген 2-ден 1. Жақшаның ішінде 1 азайтылған 8 көбейтілген 2, яғни 16 бөлінген 25 болып тұр. 25-тен беретін болсақ, 9 бөлінген 25 болады. Бұның түбір астысы 3 бөлінген 4. Но по-любому минус болады. L-ден үлкен болу мүмкін емес. L азайтылған 3L бөлінген 5. 5-тен береміз, сонда X 2L бөлінген 5-ге тең. Жақсы, енді 5 бірдей кубик бір-біріне клейлеп жабыстырып тастайық бұларды. Сонда біріншіден бұлар суда жүзіп жүреді. Суда вертикально жүзген кезде 3 кубик батып отырады екен. Сосын бір сұйықтықта жүзген кезде олар 4 кубик батады екен. Осы сұйықтықтың тығыздығы неге тең дейді? Екі жағдайда да Архимед күштер бір-біріне тең болады, иә? Бұл судың тығыздығы болсын 3V(G) тең болады. Екінші жағдайда ρ көбейтілген 4V 4 кубик батып жатыр, иә? Екеуі де ауырлық күшіне тең. Мына жерде VG-ларды қысқартып жіберейік. Ρ тең болады 3 ρ0 бөлінген 4. Яғни 0,75 грамм бөлінген сантиметр.
Жақсы. Енді келесі есеп. Цилиндр ыдыстың ішінде осылай суға батып тұр дейді, бір бөлігі. Мына жерде 3-тен 2 бөлігі батып тұр дейді. Ал егер өзі жүзіп жүретін болса, оның тек жарты бөлігі ғана батады дейді. Сонда мына ыдыстағы су қаншаға өзгерді дейді. Егер ыдыстың мына ауданы S мында беріліп тұрған болса дейді. Сонымен қатар бұл дененің массасы да берілген, судың тығыздығы берілген. Так, екінші жағдайда біз былай қарай аламыз, mg тең болады ρ v бөлінген 2 g. Сөйтіп, біз бұл көлемді табамыз. Көлем ол 2 көбейтілген масса 30 грамм бөлінген судың тығыздығы 1 грамм бөлінген сантиметр куб. 60 сантиметр кубқа тең. Енді бұл судың деңгейінің өзгеруі неге тең болады? Дельта H көбейтілген S, яғни мына деңгейдің өзгеруі, ол мына судың батып тұрған дененің бөлігі осынша суды ығыстырады ғой. Ығысқан судың көлемдерінің айырмашылығына тең болады. Екінші жағдайда су деңгейі төмен түседі екен. Себебі ығысқан көлем азырақ. Так, бұған 2-ден, бұған 3-тен береміз. Сонда V бөлінген 6 болады. Бізде дельта H неге тең? V бөлінген 6S 60 сантиметр куб бөлінген 6 көбейтілген 10 сантиметр квадрат. 1 сантиметрге деңгей төмен түседі. Жақсы, осымен біздің есептеріміз бітті. Сау болыңыздар.